Достар ертегісі. Көл беті қалықтай жүзген құсқа толып, орман тоғай аң атаулыдан жыртылып айрылған заманда бір тоғайда қоян, кірпі және тасбақа дос болыпты. Қоянның көжектері өсіп жетіле бастағанға дейінгі олардың әр күні қызықты, көңілдері көтеріңкі өтеді екен. Ал енді өсті-ау дегенде, әбден дәніккен әлде бір қасқыр оларды тып-типыл жеп кетіп отырыпты. Көжектерін жоқтап, ана қоян жылаған кездерінде тасбақа талып та қалады екен. Кірпі болса, сұғанақ қасқырдың сазайын қалай тарттырсақ екен деген ойды ойлап, талай таңдарды көз ілмей атырыпты. Қоян, тасбақа, маған бір керемет ой келіп тұр. Мүмкін қасқырға тұзақ құрармыз. Бізде көртышқан апанды жақсы қазады ғой. Мүмкін бізге сол көмектесіп қалар. Кеттік. Олар көртышқанға қасқырдан көрген қорлығын бастан аяқ баяндап шығады. Көртышқан үш достың бетін қайтармайды. Жарайды, мен сендерге апанға асып берейін. Сендер маған көмектесіңдер. Тұзағымыз дайын болды. Енді қасқырдың сазайын беретін болдық. Ол келмей тұрып тығылып қалайық. Ой! Кірпі қасқырды байқап, апан аузын жауып тығылып қалады. Келе жатқан қасқыр апанға құлап кетеді. Барлығы апанға үңіліп қараса, қоян бұрышта қалш-қалш етіп отыр екен. Қоянның бұл түрін көрген қасқыр өзінің қайда тап болғанын ұмытып, басын жоғары көтеріп, «Ей, мынау қоянның қояншығы бар ма? Немене?» Ой, Қайсеке, қоян-қояншықтан сау, бірақ аса қауіпті ауруға шалдыққан. Біздер қояннан құтылу үшін апанға асып сонда тастаған едік. сонда қоян: Тас! Көрдіңіз бе, Қасеке, өзін таспен атып өлтіріңдер деп жалынып отыр. Ауруы жанына батқан соң таспен атқыла демегенде қайтсын. Тас деп тақылдамай тіліңді тістеп отыр қояным. «Ау кірпі, тезірек мынау қоянды шығарыңдар, көзін жойыңдар!» Қазір қасқырым, ол неменені қалай шығарсақ екен? Міне сырық. осылай қоянды құтқарып алады. «Ей, келе түйіп жатырмысыңдар? Осынша уақыт қайда жоғалып кеттіңдер?» Сөйтіп достары ойда жоқта қасқырдың аңғалдығын пайдаланып, ұзын сырықпен қоянды құтқарып алған екен.